Сәлем балалар, қазақ тілі пәнінен 4-ші сабақ у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы тақырыбын өтеміз. Балалар, 13-ші жаттығуға қарайық. 13-ші жаттығу кестедегі сөздерді оқы. Дауысты у дыбысы, дауыссыз у дыбысы. Дауысты у дыбысының астында сурет, елу, сусын, шуақ сөздер тұр. Ал дауыссыз у дыбысының астында дәуіт, егеу, әуен, бауырмал, уық сөздер тұр. Балалар, сөздердегі у дыбысының қандай жағдайда дауысты, қандай жағдайда дауыссыз болатыны туралы топта қорытынды жасап көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстырып көріңдер. Балалар, мысалы сурет деген сөздегі у дыбысы неге дауысты болып тұр? Ал дәуіт деген сөзде у дыбысы не себепті дауыссыз болып тұр деп ойлайсыңдар? Жақсы, балалар, олай болса мен сендерге не себепті дауысты және дауыссыз болып тұруының себебін түсіндіріп өтейін. Балалар, есімізге сақтайық, у дыбысы кейбір сөздерде дауысты болса, кейбір сөздерде дауыссыз болады. Егер дауыстыдан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келген у дыбысы дауыссыз болады. Мысалы, әуежай, яғни бірінші дауысты дыбыс тұр, одан кейінгі келген у дыбысы дауыссыз болады. Келесі уақыт және сәуле, бұл сөздерде у дыбысы дауыссыз болып тұр. Ал дауыссыздан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келген у дыбысы дауысты дыбыс болады. Мысалы, сусын, бұл жерде удан бұрын келген с, яғни ол дауыссыз. Сондықтан да у дыбысы дауысты болады. Келесі, елу, дауысты, улап-шулап, бұл жерде де дауысты болып тұр. Келесі балалар, олай болса 14-ші жаттығуға қарайық. 14-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Сәуле өздерің сияқты 2-ші сынып оқушысы. Ол сәнді киінгенді ұнатады. Әсіресе қуыршағына түрлі киім таңдап, әдемі киіндіргенді жақсы көреді. Бүгін қуыршағына қазақтың ұлттық киімін кигізбекші. Бірақ бас киім таңдауда қатты қиналды. Ол ойлана келіп қуыршағына нені кигізуі мүмкін, балалар? Яғни біз көп нүктенің орнына қандай бас киім кигізгенін болжап, ойланып көруіміз керек. Балалар, олай болса суретке қарайықшы, түрлі бас киімдер бейнеленген екен, балалар. Олай болса, балалар, осы бас киімдердің ішінен сәуле өзінің қуыршағына қай бас киімді кигізді деп ойлайсыңдар? Жақсы, жарайсыңдар. Сәукелені, жақсы. Олай болса, балалар, мәтіннен у дыбысы бар сөздерді теріп жаз. Олардың қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін анықта деді. Балалар, олай болса, теріп жазайық. Қандай сөздер бар деп ойлайсыңдар? Сәуле, оқушысы, қуыршағына, таңдауда және сәукеле деген сөздерде у дыбысы бар екен, Енді, балалар, осы сөздердегі у дыбысының қайсы дауысты, қайсы дауыссыз екендігін анықтап көріңдер. Сәуле деген сөзде у дыбысы дауысты ма, әлде дауыссыз ба? Жақсы, жарайсыңдар. Дауыссыз дыбыс екен, Келесі, оқушысы. Дауысты, ал қуыршағына деген сөзде ше? Дұрыс айтасыңдар. Дауысты екен, таңдауда деген сөзде. Дауыссыз болса, сәукеле деген сөзде. Дауыссыз екен, жақсы, балалар, жарайсыңдар. Олай болса, келесі жаттығуға қарайық. 15-ші жаттығу. Мәтіннен у дыбысы бар сөздерді көшіріп жаз. Дауысты у дыбысының астын 1, дауыссыз у дыбысының астын 2 рет сыз.
Балалар, мәтінді алдымен оқиық. Бұйымдарды кестемен әшекейлеу ұлттық қолөнердің бір түрі. Қазақ халқының кесте тігу өнері алуан түрлі. Солардың бірі кестемен хамзол, белдемше, тақияны безендіру. Мұндай өнерге қыздарды кішкентай кезінен бастап үйретеді. Балалар, бірінші сөйлемде әшекейлеу деген сөзде у дыбысы бар. У дыбысы дауысты ма әлде дауыссыз ба? Дұрыс айтасыңдар, дауыссыз болып тұр. Келесі сөйлемде ал one деген сөзде у дыбысы бар екен. У дыбысы бұл сөзде дауысты болып тұр ма әлде дауыссыз болып тұр ма? Яғни лыдан кейін келіп тұр. Лы ол дауыссыз болып тұр, балалар. Сонда дауыссыздан кейін келген у дыбысы әрқашанда дауысты болады. Ал тігу деген сөзде у дыбысы дауысты болып тұр ма әлде дауыссыз болып тұр ма? К дыбысынан кейін келіп тұр, яғни дауысты болып тұр. Келесі сөйлемде безендіру деген сөзде у дыбысы дауыссыздан кейін келіп тұр. Дауысты болып тұр. Жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар, у дыбысы бар сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Әдемі етіп, көркем етіп жазамыз. Денемізді тік ұстаймыз. Жазып болғаннан кейін дауысты у дыбысының астын бір сызықпен, дауыссыз у дыбысының астын екі сызықпен сызамыз. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болатын болса, өзіңе ұнайтын ою-өрнектерді жасап көріңдер. Жақсы, балалар, келесі 16-шы жаттығуға қарайық. 16-шы жаттығу кестені тиісті сөздермен толықтырып жаз. Дауысты у дыбысы болу керек сөздерді жазуымыз керек. Кестеге мысалы су, қу, елу, шуақ, жазу, салу деген сөздердің барлығында у дыбысы дауысты болып тұр. Ал уық, тауық, тау, ау, бауыр деген сөздердің барлығында у дыбысы дауыссыз болып тұр. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше. Сау болыңдар.